бір жігіт айтады, мен дейді достарыммен пәлен жыл бойы араласып жүрмін дейді. Сол бір күні досым намаз оқыды дейді. Намаз оқығаннан кейін маған айтады, пәленше, сен қанша жыл болды намаз оқыған? 10 жыл, 15 жыл болды. Ой, Аллай, сен де дос дейді ғой. 10 жылдан бері намаз оқы, маған намаз оқы деп айтпадың ба деп айтады. Сөйтсе досы таң қалады, Құдай-ау дейді, мен 10 жылдан бері қақсап келе жатырмын саған. 10 жылдан бері ең жаманың мен едім. Ең жек көретінің, ең мазақтайтының мен едім. Көрдіңіз ба? Соған дейін адам өзі керек уақытына шейін, сонда оны естірейді екен ондай нәрсе. Алла тағала жүрегін бұрмағаннан кейін сіз оған мың айтыңыз. Халықта сөз бар, жетесізге 7 рет айтсаң да жетпейді. Өйткені жүректердің барлығы Алла тағаланың қолында. Халықта сөйтіп айтылады ғой. Алла тағаланың құзырында жүректің барлығы. Алланың әмірінде деген сөз.